Қазақтың жоғалтқан ұрпағы қайда жүр? Менің атым Кем, сенің атың кім? Менің атым Самат. Әйгілі Санта-Барбара сериалына қазақ баласының қандай қатысы бар? Because, Көңіл неден босады? Good. Adopted us. Еркіндікте өмір сүр немесе өл. Қатты айтылса да Нью-Хэмпшир штатының ұраны осындай. ақш-тың солтүстік шығысында орналасқан, солтүстігінде Канаданың Квебек провинциясымен шектеседі. Күн шайдай ашық, алайда бұл дамылсыз әдемі көрініске қарап, ауа райы да тамылжып тұр деп ойлап қалмаңыз. Қысы өте қатал, желі қатты өңменіңнен өтіп кетеді. Біздегідей биік дуалдармен бүркенбеген қоршаусыз әдемі әппақ үйлер еріксіз көз тартады. Еш айырмасы жоқ, бәрі бірдей. Хадсон елді мекені бұл. Нью-Хэмпшир штаты, мұнда да қазақ балалары өмір сүреді. Қарағандыдағы малютка деп аталатын сәбилер үйіндегі 2 бүлдіршін дәл осы штаттан пана тауыпты. 2 сағаттық шала тынышсыз ұйқыдан кейінгі алыс жол адамды сансыратып ақ жібереді. Бірақ бір үйден мына 2 бірдей қазақ баласын көргенде бәрі бірдемде ұмтылып кетті. Қуанғаннан ба, әлде қан жұтқаннан ба? Қарағандылық Арлан мен Камиля 2 жастарында елден кеткен, 9-ға толды. Қазақтың Арланы мен Камилясы бұлардың кейін американдық Мейсон мен Нелли атанатынын білу қандай қиын. Міне, мынандай ғана бөпелер болған асырап алған кезде. Кішкентай. Баланың отанға деген патриоттық сезімі 6-7 жастан бастап қалыптасады деді психологтар. Ал мына сәбилердің әлі тілдері де шықпаған кез ғой. Әлі бұғанасы бекімей жатып алып кетті ау. Алып кетті ау емес, біз ғой берген. Олар 2 жыл бойы балалар үйінде болды. 2 жыл, 2 күн немесе 2 сағат емес. Ойланатын, өкінетін, сағынатын, соңында ақылға келетін уақыт. Алайда 2 жыл ішінде бұл сүйкімді сәбилерге жарық дүниені сыйлаған жандардың жүрегі жібімеді. Елдің ішінен де асыраушылар табылмады. Енді көрдіңіз бе? Арлан қандай айбатты, Камиля қандай көрікті болды. Қарағандыдағы сәбилер үйінде түсірілген мына бір суретте екеуінің күтімі нашар сияқты көріне ме қалай? Әлде олардың көзінен жетімдіктің зардабы байқала ма? Әйтеуір бір үрей, бір алаң бар. Әрине, балалар үй тәрбиешілерінің ұлардай шулаған әр тастанды нәрестенің маңдайынан сипап әрбір балаға махаббатын бөлуге уақыттары да жетпейді. Күн құрғатпай түсетін қаншама тастанды шақалақты көре-көре сезімдері де сарқылады. Мына келе жатқан Арлан мен Камиляны асырап алған жұп. Байқадыңыздар, иә? Жап-жас, әйелі 36, ері 38-де. Ал қазақ тұқымын алған кезде Тиффани Брокс небәрі 27-де ғана болған. Әдетте карьера қуған американдықтар кәріліктің жеткенін байқамай, сосын байбаламға да салынбай, 40-тан асқанда немесе 50-де еңсергенде бала асырап алушы еді. Ал бұлар бұндай қадамға не үшін барған? We were interested in adoption even before we were married. Біз үйленбей тұрып бала асырап аламыз деп шешкенбіз. Әрине, балалар өзінің туған ата-аналарының жанында болған жақсы. Ал жетім қалып жатса, оларға да отбасында өсу мүмкіндігі берілуі тиіс қой. Біздің денсаулығымызда ешқандай кінәрат жоқ. Өзіміз табиғи жолмен ұрпақ сүйе аламыз. Бірақ біз бала асырап аламыз деп түйдік. Қазақстанда сот төрағасы да бізге осы сұрақты қойды. Не үшін асырап алып жатсыңдар? Өзің неге тумайсың, жап-жассыңдар деп. Біз тура сізге айтқандай жауап бердік. Біз бала асырап аламыз деген арманымыздың ақиқатқа айналғанын қаладық. Енді қазір керемет 2 баламыз бар. Туған сәбиді өмірге әкелуге ешқандай қажеттілігі жоқ. Иә, бұл әйелге жанын қинап бала туын не керек? Өзекке теуіп жатқанда қазақ халқы сап-сау ұрпағын. Біреу тоңып, біреу тойып секірет, мүмкін асырайтқандық болар, дегенмен әркімнің өз шындығы бар. Тиффани Брокс бала сүю мүмкіндігі бола тұра халықаралық бала асырау ісіне жүгінсе, 52 жастағы Кейси Радак бұл қадамға қиналғаннан, мәжбүрліктен барды. Бұл отбасы 11 жыл бойы сәбидің күлкісіне зәру болды. Даңғырада үйлері мазар сияқты көрінді баласыз. Дегенмен тәңірі жарылқап, бір мезетте 2 егіз бала бұйырды. Қазақстаннан. Yes,
Бұл бізге көктен берілген сый. Жаратушы біздің көз жасымызды көрді. Балаларымыз болғанын қатты тіледік. Олар болмаса бұл үй бос қаңырап тұрар еді. Олар келгелі шаңырағымызға шаттық толды. Олар бізге өмір сыйлады. Бұрын үйге туыстарымыз, достарымыз балалармен келгенде оларға қарап тамсанып отырушы едік. Көп күттік, қатты аңсадық қой. Балаларымызды көтеріп, балалар үйіне шығып бара жатқанда, тоқтап артымызға бұрылдық. Сол кезде көрдік, тәрбиешілер бізге қарап жылап тұр екен. Олардың біз алып кетіп бара жатқан сәбилерге бауыр басып жақсы көргендері сондай, біз олардың балаларын әкетіп бара жатқандай сезіндік. Бұны ешқашан ұмытпаймыз. Қаншалықты бақытты екенімізді айтып жеткізе алмаймын. Осындай тамаша балалар бізге бұйырды. Олар сондай жақсы адамдардың ортасында сүйіспеншілікке бөленіп өсті. Туған ата-аналар болмаса да, балалар үйі қызметкерлерінің жылы сөздерін естіді. Мейіріміне қанды. Кейде бізден бала асырап алған қандай екен деп сұрап жатады. Сенесіз бе? Ал біз оларды емес, олар бізді асырап алған сияқты сезінеміз. Менің атым Ли, сенің атың кім? Менің атым Жанар. Сен атың кім? Менің атым Кем, сенің атың кім? Менің атым Самат. Самат. Иә, оның да есімі Самат. Ал Лидің қазақша аты Гүлнар. Арлан мен Камиля сияқты Самат пен Гүлнар да 9 жаста. Егіз бала 10 айлықтарында Павлодардың Ақсу қаласынан Нью-Хэмпшир штатының Бетфорд елді мекеніне келді. Алғашында мен оларды өзге ұлт өкілі деп ойладым. Жоқ, қателесіппін. Екеуінің де бойында қазақтың қаны. Қазақ ауылында қазақ билерін үйрендім. Аздап домбыра тарта аламын. Бірақ қазір қазақ тілінде сөйлеуді үйрендім. Ол жерде біз келгенде шашу шашты. Көп кәмпиттер жерден теріп жедік. Солай істейді екен ғой, иә? Мен де билеуді үйрендім. Біз басқа балалармен сахнада домбыра тарттық. Қазақтардың ұлттық тағамдарын, валютасын, географиясын білем. Қазақтар етті көп жейді. Бұрын мал шаруашылығымен айналысқан. Басқа өнімдерді шығара алмаған. Қазір өмір сүру салты біраз өзгерген. Балықты да, басқасын да қолданады. Бірақ бәрібірде ет қазақтар үшін өте маңызды. Қазақ халқы үшін еттің аса қадірлі екенін білетін Самат пен Гүлнардың ата-аналары біздің келуімізге жақсылап дайындалыпты. Кірген беттен тамақтанып алуға шақырып, балалардың да бізді күтіп нәр татпай отырғанын айтты. Мұсылман екенімізді білет, алдын ала бұл сиырдың еті деп түсіндіріп өтті. Біздің салтымызда тамақтан кейін ас қайрат немесе ет асқанда асты алмай тұрып бата беріледі. Ал Құдайдың құдіретіне қатты сенетін ерлі зайыптылар асқа адалдық тілемей тұрып бастамайды екен. Балаларды да солай үйреткен. Самат қолын созып жатқан соң протестанттық сенімде үрдіс болса да, қазақ баласының қолын қайтара алмадық. Мен мұндайды бұған дейін кинода ғана көріп ем. Біздің үніміз шықпай қалды. Не айтар екен деп, Самат сыйынуды бастады. Біздің асымызға адалдық бере көр. Біздің арамызда ажыратпа. Біздің үйге, бізді іздеп келген қазақ бауырларымызға жақсылық бере көр. Жұмыстары сәтті болсын. Бізді іздеп келгендері үшін мың да бір рахмет. Арлан мен Камиляны асырап алған жұпта протестант. Демек, бұл ол мен қыз да ата-бабасының діннен тайды деген сөз. Бұған таң қалудың, оларды сөгудің, ашынудың, өкінудің қажеті жоқ. Өйткені біздің сенімді серг етпейтіндерге қазақ балаларын табыстап жатқанын Қазақстан жақсы білді. Жалпы Нью-Хэмпшир штатындағы халықтың 72% христиан, оның ішінде католик, протестант деп бөлінеді. Баптистер де, мормондар да, адвентистер мен атеистер де жетерлік. Бір қоғамда өмір сүріп жатқан халықтың түрлі топқа бөлінуі енді жазмышпен осында келген қазақ балалар үшін де қалыпты құбылыс. Среди усыновителей есть миссионеры? Безусловно.
Есть и миссионеры, и религиозные люди. Әрине, Қазақстаннан бала асырап алып жатқан азаматтардың ішінде миссионерлер де, діни сенімді берік ұстанатын адамдар да, байлар да, орташа табыстылар да, ақшаны аз табатындар да, барлық ұлттың өкілдері, аралас некедегілер де, жалпы барлық әлеуметтік топтағы адамдар бар. И тот, кто квалифицирован. Өз перзентін сүйу бұйырмаған шетелдік отбасылар халықаралық бала асырау істерімен айналысатын агенттіктерге барғанда, әрине бірден Қазақстан мемлекетінің атауы аталмайды. Оларға бала асырап алу мүмкіндігі берілетін бірнеше елдің тізімі ұсынылар. Бұдан кейін американдықтар өз беттерінше зерттеу жүргізіп, сараптама жасайды. Көбісінің таңдауы неліктен қазақ еліне түседі? Халықаралық бала асырау істері бойынша көз майын тауысып, ғылыми еңбек жазған ақш-та қандасымыз Айнұр ханымның айтуынша, оларды Ресеймен салыстырғанда қазақ балаларының бойына алкоголь сіңбегені қатты қызықтырады. Бұл дегеніміз, шетелдіктер қазақ тұқымының текті екенін, қаны таза екенін жақсы біледі деген сөз. Қазақ халқының тарихына, мәдениетіне, көшпелі өміріне қатысты бірнеше деректі фильмдерді көрдік. Осылай Қазақстан бізді қызықтыра түсті. I work with DNA, our very own manual of life. These African hunters followed the grasslands into modern-day Kazakhstan. Pure. This is a picture of his father. Вот который середине. Это дедушка. And the grandfather. Дедушка. That's great. Father and grandfather. That's fantastic. So that is a lineage, okay? Your Y chromosome came from him, to you. That program was closing down at that time. Одан кейін қазақтардың генетикалық құндылықтары туралы осы бағдарламаны көріп едім, онда адамзат баласы осы қазақ даласынан шыққан деген пікір айтылды. Сондай-ақ мен сақ сарма тайпаларында сарбаз қыздар болған туралы сақ патшайымы Тұмар ханымның ерліктері туралы да білем. Сондықтан асырап алған қызымның да сондай мықты болғанын қаладым. Шынымды айтсам, мен Америкада бақыттымын. Туған елімнен кетерде өте кішкентай болдым ғой. Еш нәрсе есімде қалмады. Өзім сияқты Қазақстаннан асырап алынған балаларды танимын. Олар жақсы балалар. Біреулер өмірін толықтыру үшін бала асырап алады, ал кейбіреулер ата-анасы тастап кеткен балаларға отбасын сыйлау үшін асырап алады. Оны түсіндіру өте қиын. Мен асырап алған ата-анам жақсы адамдар. Мен оларға разымын. Мектептегілер біледі, ұлтымның қазақ екенін. Біреулері мені ренжітіп алмайын, сұрасам көңіліне кеп қалама деп ойлайды. Бірақ менің жүрегім ауырмайды. Мен Қазақстаннан асырап алынған баламын. Бұл шындық. Қазір Америка қоғамында өзімді қауіпсіз сезінем. Өйткені есімді білгелі осында өстім. 9 жасар қыз осындай ой айтады деп ойламаппын. Иә, олар ерте сейген балалар. Олардың қазаққа мүлдем жат болып қанат жаюларына кім кінәлі? Көкек ана ма, жауапсыз әке ме, әлде қатыгез қоғам ба? Айтпақшы, екі бірдей қазақ баласын асырап алған американдықтар олардың өткені туралы тіс жармады. Олар өте сыпайы, тәрбиелі балалар. Барлық жерде белсенді, күш қуаттары көп. Түрлі елдерде достар бар. Бәрін білуге құмартып құлшынып тұрады. Өте ақылды. Атақты Санта-Барбара сериалындағы Мейсон естеріңізде шығар. Арлан деген әдемі есімді осы актердің аты басқалы да 7 жыл өтіпті. Арланның өзі де қазір түрі қазақ демесең американдықтарға ұқсап кеткен. Ал Камиляға Нелли деген есім бұйырыпты. Алғаш кездескенде мен біздің балаларды асырап алғанмын азаматты, әйелін көрмей тұрғанда, осы үйдің үлкен ұлы Арланның американдық ағасы ма деп қалғам. Қалай ойлайсыздар? Арлан 1-2 жылда мына бойы аласа келген американдық әкесін басып озатын сияқты. Екеуінің де бірінші кезекте мейірімді болып өскендерін айрықша қалаймыз. Жүректеріне ізгілік, адамгершілік қасиеттерін қондыруға талпынамыз. Адамдарды сыйлауға, құрметтеуге тәрбиелейміз. Қайырымды болса ғана олар жақсы азамат болады, қоғамға жағады. Мен саяхатқа шыққанды жақсы көрем. Көп елдердің мәдениеті қызықты маған. Мысалы, мен Ұлыбританияда болдым. Марокко, Коста-Риканы араладым. Ендігі жоспарым Түркия мен Қазақстан. Мен де әлемді шарлап, өзім әзірге біле бермейтін көп тың дүниелерді көрсем, танысам деймін. Әлемнің ішінде Қазақстан да бар. Ата-анам бізді осы жазда туған елімізге апарамыз деген. Осы сапарды қатты күтіп жүрмін.
Өте кішкентай кезімде кеткен соң бәрін ұмыттым. Сол үшін Қазақстанға барып елім туралы бұрынғы естеліктерімді қайта оралтсам деймін. Қазақстан туралы білімімді жетілдірсем, күшті емес пе? Әсіресе бұрын қазақтар тұрған киіз үйді, қазақ үйді көргім келеді. Әдемі жерлерін аралағым келеді. Мына киіз үйді мен өз қолмен қазақ ауылында жасадым. Байқауға қатыстым. Ең күштісі менікі болды. Сол жерде маған мына қамшыны сыйға тартты. Бұл мен үшін қымбат. Жақсы көретін коллекцияларымның жанына қойып қойдым. Екеуінің де қазақ ауылы ұйымдастырған жазғы жайлау лагеріне барғандағы естеліктері. Қазақ балаларының санасына қазақ туралы ақпаратты тамтымдап болса да, құйып жатқан осы қазақ ауылына қарыздар сияқтымыз. Өскенде Қазақстанға барғыларың келе ме? Я, баратынымыз анық. Мен көп қазақтармен кездескім келеді. Сол жақтағы өмірді көргім келеді. Анам маған Қазақстан туралы өзінің көрген білгенін айтқан. Бірақ мен өзім барып, бәрін өз көзіммен көргім келеді. Біз бұл балаларды қатты жақсы көреміз. Сондықтан біз олардың Қазақстанмен байланысын ешқашан үзбейміз. Өткенде мектепте оларға ұстаздары Қазақстан туралы баяндама жазып келуге тапсырма берген. Бәріміз қосылып жаздық, таң қалдық. Қазақ елі қаншама тауқыметті, нәубетті басынан кешірген. Қандай құрбандыққа барған. Сондай қиямет кездерді өткере отырып, кең байтақ жерін сақтап қалу үшін, тілді, мәдениетті сақтап қалу үшін, еркіндікке, тәуелсіздікке ұмтылған қасиетті ерік жігерлері, көзсіз батырлығы құрметтеуге, ұлықтауға лайық әрекет. Сондықтан да біз сенімдіміз. Қанша қашықта өмір сүрсе де біздің балаларымыз туған елдерінен, тамырынан ажырамайды. Камила мен америкалық Киуана әжесі. Бірақ бір-біріне қанша сіңісіп бой үйретіп кетсе де, қандары бөлектігі бөлек. Бірақ Камила мен Арлан енді қазақтың тегін жалғастыра ма? Әлде Америкадағы 7 мыңға жуық баланың бәрі өскенде өзге ұлтпен отаса ма? Бұл да бір көкейді күйрететін сауал. Арлан екеуі суретке қалай түсуді жақсылап меңгеріпті. Нағыз супермодель болатын балалар. Мынау бір жиылмайтын америкалық жымиыс. Қазақы күлімдеу емес. Шетелдегі біздің балалардан суретке түсірде осы бір ерінің еріксіз кейде күштеген қозғалсын жиі байқаймын. Келесі бағдарламадан көретіндеріңіз. Екеуінің де тұсауын кесіпті осы Америкада. Олар кімге алғыс айтты? Рахмет. Арлан мен Камилаға жарық дүние сыйлаған жандардың жүрегі жібімеді. Мен неге көпше түрде айттым? Гүлнар мен Самат нені армандайды? Probably only 2. I guess after I looked at it, I guess 18 is just too much. I mean, Мынау кімнің суреті? Немесе американдық әйел қазақ ұлына қандай ескерту жасады? Америкада мен кімге ат қойдым? Менің атым Айсылу, сенің атым кім? Менің атым Алтынай. ақштағы қазақ қызының қасиетінен айналдық. Salim, Kazakhstan. Salim, Kazakhstan. Самат пен Камила неге шаттанды? High five!
Қаншама қазақ баласымен кездестік, қаншама тағдырға куә болдық. Испандық болған қазақ, французға телінген қазақ, итальяндық қазақ, неміс атанған қазақ, фламандша сөйлеген қазақ. Енді міне, америкалық атанған қазақ балалары, шет тілде шүлдірлеген балалар. 10 жыл, 20 жыл ұрпақсыз өмір сүріп қартайғанда қазақ баласы қорғаныш болсын деп асырап алды ма? Кейде тіпті журналист эмоцияға берілмеу керек деген ұғымда сынып кетеді, санамда сергелдең.